Беш жаңалық. Жоғары балл төртпай. Жаңалықты командалар жеткізу керек. Бірінші боп назар аудақ. Бірінші жаңалық. Мамасының айтқанымен жүретін бала әнші болып кетті. Барлықтарыңызға белгілі Ермек Тұрсынов Келін фильмінде ешкіні хит қылды. Ал Шал фильмінде қойды хит қылды. Енді жақында шығатын Кенже фильміне қай жануарды хит қылсам деп қорада кастинг жүргізіп жатыр екен. Тарихи сәйкестік. Мұхтар деген бала көшеде абайлап жүреді екен. Заманға сай ел аузында жүрген мақалдарға әкім сөзін қосатын болыпты. Мысалы, әкім өссе елдің көркі. Ел боламын десең, әкіміңді түзе. Жылы-жылы сөйлесең, әкім жұмысқа шығар. Әкімнің наны тәтті. Соңғы жаңалық. Құдайберген Бекішев жақында өзінің концертін қойды. Дұрыс, оған өлең айтуды баяғыда қою керек еді. Қазақ ұлттық университеті. Рахмет. Тағы да кеш жарық достар. Бірінші жаңалық. Аттестациядан жақсы нәтижемен өткен полиция қызметкері келесін өзін тапсырам депті. Жаңалық. Ауылдан келген Ғалымбек Wi-Fi іздеп тауып алып, ғаламторға кірмепті. Себебі ол ноутбуктың не екенін әлі білмейді. Үшінші жаңалық. Шақыру билетінде 6:30-да басталады деген той тура 6:30-да басталды. Бірақ қонақтар 7:30-ға таман бірақ келді. Жаңалық. Ауылдан келген Әбдіғаппар 3D кинотеатрға барып боевик көріп, екінші күні достармен келіп кеше маған тиіскендер қақты депті. Кеше Астана қаласының перзентханаларының бірінде бір пысық бала дүниеге келді. Ол кіндігін өзге кесіп хирургтарға туған күн жасап беріпті дейді. Алиям. Кешер үкіметі достар, сонымен бірінші жаңалық. Жат, ұйықта, тамағыш, ұйықта, жат, далаға шығып кел, тамағыш, жат, ұйықта, тамағыш кел, далаға шық, жат, ұйықта. Қазақстан темір жолы, біз сіз үшін тағы да не істей аламыз? Екінші, Анна Семеновичтің баласы омыраудан шыққысы келмейді екен. Үшінші, халықаралық жаңалықтар. Үндістанда би билей алмайтын адамдарды халық жауы деп санайды екен. Төртінші жаңалық. Қазақтардың үйіне кәрістер қонаққа келсе, қазақтардың иттер өрмейді екен. Және өзіміздің қала жаңалықтары. Семейдің электриктері тойға тез барып тез өшеді екен. Экспресс, Ақтөбе. Спорт жаңалықтары. Боксшы Әділбек Ниязымбетовті тағдырдың қатты жазалағаны соншалық құдалықта оған алтын сақина жетпей, қайтадан күміс сақина тағып жіберіпті. Танымал емес жазушы өзінің кітаптары неге өтпей жатқанын өзі оқығаннан кейін түсініп, енді бұндай кітап жазбаймын деген тағы бір кітап жазып шығарыпты. Ғылыми жаңалық. Сабын шығаратын зауыттың бастығы кез келген адаммен тез табысып кетеді екен. Тіл маманы, яғни филологтың үйінде 20 жыл тұрған тоты құс Абай өлеңдерін жатқа біліп, Шекспирдің шығармаларынан қате тауып жүр екен. Ауыл мектептерінде балалардың 90-дық бағасы әкесінің кім болып жұмыс жасайтынына тікелей байланысты екен. Барыстар Ақтау. Бірінші жаңалық. Өзінің келінін қызындай көретін бір отбасына келін ұзатып жіберіпті. Ола сағын ойлайтын бір қыз күйеуге 3 баласымен шықты. Базардан киінетін апамыз базарға дейін жалаңаш барыпты. Мектеп оқып жүріп күйеуге шығып кеткен бір қыздың 90-дық беліне қайнатасы қолын қояды екен. Өте ырымшыл человек болыптың жібі ала болады екен.
және Корпус құрамасы. Студент жаңалықтары. Қытайский суттың бастығы өзгерді. Яғни қазақ болды. Енді Қытайский суд 5 минут емес 5 сағатта қамыр білек, еті білек дайын болатын болыпты. Криминал жаңалықтар. Кеше бір ішіп алған желет бүкіл жүні қырып тастапты. Махаббат жаңалықтары. Адамдар бір-бірін жаным деп еркелетсе, бакалашкілер бір-бірін бакала жаным деп еркелетеді екен. Ел жаңалықтары. Кеше Қызылорда қаласында қатты жел тұрып, бір аурухананың шатыры ұшып, қабырғасы мүжіліп, омыртқасына зақым болып ауруханада жатыр. Шетел жаңалықтары. Қытайда парақорлықпен ұсталған адамдардың саусағын кеседі екен. Кескен саусағынан бірден ойлап табады екен. Рахмет, осымен аяқталды. Енді келесі сайысымыз ширату, командалар ортаға. Сәлемдесу бойынша орталық байсандары. Назарауда 4,4. Қазақ ұлттық университеті, Қорқыт құрамасы, Альянс Семей 4,8. Барыстар және Экспресс толық 5 ұпай. 5 жаңалық, жоғары бал 4 ұпай. Барыстар Ақтау. 4, 3, 3. Назараудар Орал. 4, 3. Экспресс Ақтөбе. Барлығы 4 ұпай. Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. 3, 4 және 4 ұпай. Қорқыт құрамасы Қызылорда. 4, 3. Альянс Семей. 4, 3. Қымбат қазақ алқасы, ширату, біз маусым бойына ширату ойнаған жоқ. Қазірде балдарға салмақ салмаймыз, салмақты сіздерге саламыз. Сонымен бірінші сауал қоюшы салмақты жігіт Марат Қамбарұлы. Армысыздар ма, құрметті достар? Жақында негізі теледидарды көп көре бермеймін, Мадин мырза, ренжімеңіз, өзім теледидарды көп көре бермеймін. Бірақ жақында қоссам, Қазақстан 2017 жыл X-ны ұтып алды деп айғай салып, барлық каналдар айтып жатыр. Құтты болсын, біріншіден барлықтарыңыз құттықтайық. Ал енді сұрақ, шынымды айтайыншы, не екенін білмедім. X-по деген не ол? Сен білмейсің ба? Біраз адам білмейді. 2017 жыл Қазақстан X-ны ұтып алды дейді. Жалпы X-по деген не өзі? Қуанбайын жейтін нәрсе емес. Екі мың 17-ге дейін нәрсе жемейсің бәле ғой. Сөйтіп, Қазақ ұлттық университеті Алматы. Теледидардан көрдім да, X-ны ұтып алыпты 2017 жыл. Не ол X-по деген? Экспо деген ол мысалы форумда. Өзің сұрап өзің білмейсің ма не? Күшті ғой? Вот, десе. Экспресс. Саяси сұрақ деп ойлаймын өзім, саяси командаға қойын. Жалпы 2017 жыл X-по'ны Қазақстан ұтып алды деп естідім. Не ол X-по деген? Экспо деген ол келген қонақтарға тек қана әдемі көшелермен жүргізу. Асик, жоқ, қорқытпай қойсын. Асикті бұл. Асик, не қылшы? Қазақстан 2017 жыл X-по'ны ұтып алды деп естідім. Не ол X-по деген? Мәке, Экспоның не екенін білмесеңіз, экспресске қалай бес көтеріп отырсыз? Назараудар Орал. Ойым бітпей жатып, тиісе бастады ғой командалар. Сендерге де бес қойдың әлі. Қызылардан мен. Орал, Назараудар. Жауап берейін деп отырсың сен? Қайда білейін, Қызылардан балаларын сөйлесіп тұрым. Не,
Ақболат Жанмешин, 2017 жыл Қазақстан Экспоны ұтып алыпты. 2017 жыл Экспо Қазақстанда өтеді екен да. Не ол Экспо деген? Соның басын қатырып, мен осында қалғызып жүргеніміз бар. Мына Жаңғырхан, жалпы мынау енді сіздердің замандарыңызда болмады ғой ол. Болашақта 2017 жыл Қазақстан Экспо өткізуге ұтып алыпты да бізде Қазақстанда. Не ол Экспо деген түсінбедім мен. Экспо дейтін сен сияқты біз сияқты томпақтарды көбейтетін нәрсе ғой ол. Рахмет. Ерлан Малаев. Айналайын досым. Жұлдызды сәтін туды. Жұлдызды сәтін туды. Ал. Рахмет. Саламатсыздар ма ойыншылар? Саламатсыздар ма? Биыл Жайдарманда жастар маусымы. Болашақ бүгіннен басталады. Сендер жассыңдар. Мен де жас болғым келеді. Жас болу үшін не істеу керек? Жас болу үшін не істеу керек? Ал. Жас болу үшін не істеу керек? Қайталап жүресің? Биыл Жайдарманда жастар маусымы. Мен де жас болғым келеді. Жас болу үшін не істеу керек? Жас болу үшін қырыну керек. Сендер жассыңдар. Мен де жас болғым келеді. Жас болу үшін не істеу керек? Мынаны азайту керек те, мынаны. Кім бар? Биыл Жайдарманда жастар маусымы. Болашақ бүгіннен басталады. Сендер жассыңдар. Мен де жас болғым келеді. Жас болу үшін не істеу керек? Жылау керек, жас шығады сонда, жас болады. Назар аудар. Ал, не істеу керек жас болу үшін, айтшы. Ал, Жас болу үшін не істеу керек? жас болсаң істе. Жас келсе істе. Және Қазақ ұлттық университеті құрамасы. Биыл Жайдарманда жастар маусымы. Мен де жас болғым келеді. Жас болу үшін не істеу керек? Ерлан аға, сіз бүйтіңіз. Жаныңызға 80 жасар бір екі ата аналарыңызды жас болып жүре беріңіз. Рахмет. 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 Ай, сол үйінде қалай береміз ау. Бәрекелді. Жақсы. Кім бар? Айбек Қалиев. Бар ма? Енді не істеп тұрсыңдар? Мен де білмеймін, қайдан білейін. Ұмытып қалдым ма, не айтады, өзің айт. Бос. Биыл Жайдарманда жастар маусымы. Болашақ бүгіннен басталады. Сендер жассыңдар. Мен де жас болғым келеді. Жас болу үшін не істеу керек? Қарынды құрту керек, қарында бір шереке. Жарайды. Рахмет. Шықты не, шықпады не. Айбек Қалиев. Айбек мырза, сіз енді ақынсыз. Ширатудың түр-түрі бар. Бір қайым айтсам көрейік. Командалар қайым айт ақынмен. Ал. Жастар өліп тыңдайтын Гангнам Стайл қазақ үшін қаншалық мәні бар стайл. Жастар өліп тыңдайтын Гангнам Стайл қазақ үшін қаншалық мәні бар стайл. Айбек ағам сұрақты жақсылап қойды ғой, ал енді қайым айтып мен бастайын. Айтып ола ма? Кеше Мади Манатбек өмірімді сұрайды. Бермей кетсем егерде Ерлан ағам ханшайым деп жылайды. Оны естіген Марат Достаев столдан домаланып барып құлайды. Мұрат ағам оны жақсылап тұрып тыңдайды. Ал біздің Айбек аға Гангнам Стайл деп жырлайды. Негізі командалар тек екі жол ұйқаспен ғана шектелу керек. Көп айтып қойған Асылхан Есен ағадан кешірім сұрайды. Алия. Жастар өліп тыңдайтын Гангнам Стайл қазақ үшін қаншалық мәні бар стайл. Мағынасын білмейміз ғой Гангнам Стайлдың, Ерболат айтты ғой, оттай жанған стайлдың. Жастар өліп тыңдайтын Қоя беріңіз.
Жастар өліп тыңдайтын Gangnam Style қазақ үшін қаншалық мәні бар стайл? Тұра тұршы кім? Жауап беріп жатырмын ғой. Шынында Gangnam Style'дың мәні жоқ. Патриоттық сезім аз, адам көп. Уақыт созбай, командалар. Назар аудар. Семьясы бар адам ғой, сыйлайық. Жастар өліп тыңдайтын Gangnam Style қазақ үшін қаншалық мәні бар стайл? Ай, бәрін айт дейді қазақ, домбырамен айтылады, домбыра стайл. Рахмет. Және назар аудар. Жастар өліп тыңдайтын Gangnam Style қазақ үшін қаншалық мәні бар стайл? Дұрыс айтасыз, жастар үшін мәні жоқ Gangnam Style. Айбаға бері келіңізші, қолыңыздан ұстайын. Экспресс бар ма? Жоқ. Жақсы. Және соңғы сауал. Мұрат аға, жаңа қызметтесіз, сізді көп қинамайық. Соңғы сауал Мәдиматбек. Қазақ болу қиын ба? Қазақ болу қиын ба? Ал. Саяси жауаптық, қазақ болу қиын ба? 5 жасқа толғанда қиын. Ал, қызылордалықтар. Қазақ болу қиын ба? Қазақ болу қиын емес, ақылың болса миыңда. Ал, Кәдімгідей ойланып қалды. қаймайсыз, енді басталған сияқты. Сонымен, қазақ болу қиын ба? Қазақ болу оңай, қазақ екенін түсіндіру қиын. Не үшін курткан кидің дейсіз? Отбасы болған жігіттерге сұрақ. Қазақ болу қиын ба? Қазақ сөйлеп білсе оңай ғой. Назар аудар және Альянс. Сұрақ. Қазақ болу қиын ба? Қазақ болу қиын, шала қазақ болып кету оңай. Ал, назар аудар. Қазақ болу қиын ба? Қазақ болу оңай, мынандай жиында жаңалықтар жүргізген қиын ба қалай? Рахмет. Рахмет. Осымен ширату аяқталды. Командалар. Келесі сайысқа дайындалады.